Assalamualaikum. Қалайсыздар, жадар? Всем привет. Как вообще настроение? Как вообще дела? Как вообще проходит жизнь? Бүгінгі айтатынымыз бизнес показатели в Корее. Так, жалпы кеңес тұрмай өзім барған жоқпын, бірақ ол күштігіне оны өзім сенемін. Тем более ода Нұрлан Қоянбаев продюсер и еще он актер. Одан басқа киноларын көрдік. Каникулы с Таиланда, бизнес показатель Америки. Оны халық көргенде былай болатынына, керемет болатынына шүбәміз жоқ. Барың кинотеатрға халық күшті әсері алады. И как-то бір киноның еліміздегі кинолардың дамып жатыр деген бір ай. Так, или вот так. Например, кино снимал Корея. Если международный бывает, это первый. Второй. За меня интересовался эта команда. Потом выходят актеры, кто я работал, это все буду выходить. Третий. Просто это хорошая деланная работа, я это уверен. Третий. С третьего они хотели это как бы шедевральную работу хотели, и олар өздерін керемет деңгейге алып шыққанды қалады. Екіншіден олар бір керемет дүниені қалалады, бұны бүкіл адам қалалады дейтін дәрежеге жеткізгісі келді. Кейбіреулер ойлайтын шығар, ол, например, кино түсіру оңай емес, біріншіден. Ол бір. Екінші, қыруар ақша кетеді. Үшіншіден, гонорар бар, шетелдегі түсіру бар, ол жақта рұқсат алу бар. Оның гәпі жоқ. Сол жағына Кореяда түсіргенде рисковат қылған үшін, ол бір керемет дүние істеу үшін кейбір кездер рискинават қылып рискке бар. Кейбір кездер өзінің шеберлігін емес, ақылына сүйеніп положениені шығып ол өте оян. Оны екінің бірі істей